Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын керемет хрустящий салаттың рецептін ұсынатын боламын. Яғни бұл салатты ыстық кезінде ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді, сырты қытырлап тұратын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге баклажан қажет, оны жақсылап жуып тазартып, теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң тура видеодағыдай қабығын ашыңыздар, осылай тез ашылады, оңай алынатын болады сырты. Барлығын жақсылап тазартып аламыз. Барлығын тазартып алғаннан кейін енді бөліктерге бөлетін боламыз. Мен осылай кубиктап турап алдым. Негізі осылай турасаңыздар өте әдемі болып көрінетін болады. Барлығын біркелкі қылып кубиктап турап аламыз. Енді салқын суымызға осы туралған баклажандарымызды саламыз. Және де үстіне тұзымызды салып, араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді осы аралықта біз салаттың соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге укроп, кинза пайдалансаңыздар да болады. Соевый соус, сарымсақ және лимонның суы қажет болады. Алдымен укробымызды жуып тазалап алғаннан кейін жақсылап, ұсақтап, майдалап турап алатын боламыз. Енді ыдысымызға укропты саламыз. Содан соң сарымсақты майдалап теркадан өткіземіз, немесе ұсақтап турасаңыздар да болады. Үстіне соевый соусты құямыз және лимонның суын құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл ерекше соустардың бірі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, дәмі ерекше дәмді болады. Кинза қоссаңыздар тіптен керемет болады. Енді жаңағы баклажандарымызды судан алып, құрғатып алатын боламыз. Қараңыздар, судан қаншама кір, лас, ащы, қышқыл дәмдерінің барлығы кетеді. Енді баклажандарымызды құрғатып алып, басқа ыдысқа саламыз. Баклажандар міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Ыдысымыз да құрғақ болғаны дұрыс. Енді үстіне кукурузный крахмалды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді баклажандарымызды қызып тұрған майға қызарғанша қуырып алатын боламыз. Асықпай барлығын жақсылап қуырып аламыз. Сырты қызарғанша, мінекей көрсеңіздер болады, сап-сары әдемі болып шығады. Енді бізге помидор қажет. Помидорды жақсылап жуып, тазартып алғаннан кейін шет-шетіндегі артық заттарды алып, жақсылап кубиктап турап аламыз. Қажетті заттарды описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді қызанағымызды турап алғаннан кейін бөлек ыдысымызға салып аламыз. Үстіне соусты қосып араластырамыз және де біздің қытырлап тұрған баклажандарымызды үстіне саламыз. Ешқандай мұжудың қажеті жоқ, жай ғана қасықпен араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Енді кез келген ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Өте дәмді болады, бір жасаңыздар, қайта-қайта жасайтын боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.